لبيك. Biz Allah'ın kalağымен 19'unda тамыздың Алматыдан ниет қылып қасиетті Медина қаласына умра қажылығымызға шықтық. Біздің сапарымыз Аллаға шүкір бәрі оңынан сәтінен болып, ол жерде біз 4 күнде аялдап пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сәлемімізді беріп, сол жерде зиярат құлшылықтарымызды жасап, керемет болды. Біздің мынау қызмет саяхат компаниясына да, ұжымдарына да алғысымыз өте шексіз. Қызметтеріңізге Алла тағала берекет берсін. Мұсылман бауырларымыз бара берсін. Одан ары қарай Меккеде болдық. Бұл жерде біз умра қажылықтарымызды, кіші умра қажылықтарымызды өтеп, сондай көп құлшылықтар, ғибадаттар, зияраттар жасап, өте тамаша болды. Қағба ол әрбір көру мұсылманның арманы. Қағбаның мекені Алла ғой, оның Алланың үйі, ең бірінші жер бетіне түсірген. Оны әрбір мұсылман көргенде еріксіз тұла бойы шымырлап, жүрегінде сондай бір Аллаға деген сезім, Алланың алдында жаңағы сөзбен де айтып жеткізу қиын. Аллаға өте жақын тұру, жақын болу. Біз Аллаға шүкір ол жерде болған кезде екінші айналымда Қағбаға да жетіп, жылап, құлшылығымыз істеп, Алладан тілеп, еліміз, жұртымыз, отанымыз үшін тыныштық тілеп, барлық мұсылмандар үшін жақсы дұға тілектер тілеп, отбасымыз үшін де, осы барған компаниямызға да, бірге барған мұсылман бауырларымызға да сондай жақсы құлшылықтарымызды өткіздік. Ол жерде енді ерекше сезім, ол жерде көргенде өзіңде Қағбаны жылай бересің. Қызмет істеп жатқан компания өсіп, өркендей берсін. Алла разы болсын. Көптеген мұсылмандардың осылай қасиетті жерге бара берулеріне, әлде де бізге де баруымызға нәсіп бола берсін.